Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Ал бүгін сіздермен осындай жасалу жолы өте оңай пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа, 80 грамм құм шекер және 180 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, вилкамен езіп, оны араластырып, үстіне 1,5 шай қасық разрыхлитель салып, тағы да араластыру қажет болады. Илеуіштен өткізілген 350 грамм ұнды салып, жұмсақ қамыр илеу қажет. Дайын болған қамырымызды осылайынан екіге бөлеміз. Біреусі үлкенірек, ал біреусі кішірек болады. Қамырымызды осылайынан видеода көрсетілгендей етіп, қолмен жайып шығу қажет. Мен 350 грамм смородинаның вареньясын алып, осылайынан пирогтың бетіне жағып шықтым. Ал сіздер үйде бар вареньяны салсаңыздар болады. Ал енді екінші қамырымызды жайып, пирогтың бетін жауып әрлейтін боламыз. Қамыр ыңғайлы жайылуы үшін осылайынан пакетикке салып жайсаңыздар, қамыр біркелкі әдемі болып бөлінбей жайылатын болады. Мен қамырды осылайынан ұзын етіп кесіп шықтым. Сөйтіп видеода көрсетілгендей етіп әрлеп шықсаңыздар болады. Қыздырылған духовкада 180-200 градуста 30 минут пісіру қажет. Видео рецепт ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетсеңіздер қуанышты болар едім.